Қазіргі таңда Маңғыстау облысының жалпы жер көлемі 16.564.200 гектар. Дәл қазіргі уақытта біз енді Каспий теңізі жағалауында бастапқы сызықтарды белгілейтін жалпы көлемі 721.940 гектар жер учаскесін облыс аумағына қосып жатырмыз. Яғни бұл Қазақстан Республикасы үкіметінің нормативтік құқықтық актілерімен қабылданатын болады. Қабылданған жағдайда біздің жалпы Маңғыстау облысының жалпылама шекара жер көлемі 17.286.100, яғни 17.300.000 гектар жер учаскесі болады деп күтілуде. Жалпы Маңғыстау облысының шекарасы Каспий жағалауымен аяқталған. Бұл Каспий, яғни Каспий шекарасының, Каспий теңізінің жан-жағында орналасқан 5 мемлекеттің бірде-бір шекарасы осы Каспийге өтпеген. Осыған байланысты Каспий жағалауындағы бастапқы сызық және 15 мильге дейінгі, теңіздің 15 мильне дейінгі аралықта осы мемлекет шекарасына қосуға әбден болады. Сол себепті біз қазіргі таңда осы бастапқы сызықты қосып алып жатырмыз. Бұл өз кезегінде өңіріміздегі экономикалық дамуына, яғни туризмді дамытуға, сонымен қатар бюджеттің түсімдерін көбейтуге, кез келген осы теңіз жағалауынан салынатын объектілерді заңды түрде жүзеге асыруға негіз болып табылады. Осы үкіметтің қаулысы қабылданғаннан кейін біз бұл жер учаскелерін осы облыстағы су қоры жеріне жатқызуымыз қажет. Сонымен бірге әрбір елді мекен тұсында белгіленген осы теңіз жағалауларын сол Ақтау қаласына, Қарағай ауданына, Түпқараған ауданына бөлу бойынша кварталға бөлу және кадастрлық бекіту жұмыстарын одан әрі жүргізуіміз қажет. Яғни жер заңнамаларына сәйкес бізде әлі атқаратын жұмыстар көп. Бұл бағытта біздің республиканың облыстың көлемі ұлғаймайды. Бұл жерде біз өзімізге қатысты жер учаскесін қосып алып жатырмыз. Теңіз жағалауында өзімізге қатысты жер учаскелерін қосып алып жатырмыз. Толық аты жөніңізді и должность. Маңғыстау облысының жер қатынастары басқармасы басшысының міндетін атқарушы Тәжімханов Батырбек Төлегенұлы. Ой, рахмет. Спасибо. Отлично получилось.